Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Осындай жұмысты Dribble'дан көріп қалдым. Осы жұмысты маған ұнады, яғни бұл логотипті қалай жасағанын көреміз. Мінекей. Жоғары қарай көтеріп қоямыз. Осы жерден линияны қойып аламыз. И осылай линия қойып аламыз. Alt кнопкасын ұстап тұрып осылай тартамыз. И осылай қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук создать етіп аламыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де, бай айналдырып қоямыз. Енді осы жерде мынандай линия жасау керек. И осылай қойып аламыз. Мінекей. Осылай тұра берсін. Осылай белгілеп аламыз да, мына жерден создание фигурмен осылай қойып шығамыз. Қара түсті таңдаймыз. И мына жерден осылай екеуін белгілейміз. И мына жердегі осылай қойып қоямыз. Окей. Осылай қойып қойып, осылай белгілейміз. Енді осы жерден аламыз. Ctrl-S дейміз де. Бәрін өшіп тастаймыз. Үс қойып қоямыз. И пипеткімен таңдаймыз. Мінекей, достар, осымен логотип дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Instagram, TikTok парақшамыз осы видеоның астында болады. Сол жерге тіркеліп маған жазсаңыз болады, Құдай қаласа.